Бас бармақтың шешкасын кетіретін жаттығу жасайық. Негізі бұл шешка тар аяқ киім кигеннен және каблук кигеннен шығады көбінесе. Ол үшін бізге резинка керек, қаттылау болса жақсы болады. Осынша барынша тартып, ішке кіргізіп, 10 рет істейміз. Сосын екінші жаттығуымыз барынша қатты тартып, өкшемізді көтеріп 10 рет істейміз. Осылайынан 10 реттен 30 рет жасап, күніне 3 рет жасасаңыздар болады. Нәтижесін өздеріңіз көресіздер. Нәтижесі күшті болып шығады. Істеп көріңіздер, тар аяқ киім кимеңіздер сол үшін.